Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен беденің жүрек пен қан тамырларына қалай көмектесетіні туралы сөйлесетін боламыз. Қызыл шалғынды беде тұнбалары жүректің ишемиялық ауруы, бас ауруы, құлақ пен бастың шуылдап тұруын кетіретін тиімді құрал. Дайындау әдісі: 1 литр бөтелкені беде гүлдерімен толтырыңыз, үстіне арақ құйыңыз, қараңғы жерде 2 апта ұстаңыз. Мезгіл-мезгіл шайқап тұруы керек. Содан кейін сүзіп алыңыз. Мұны түскі астан кейін немесе түнгі ұйқы алдында 1 шай қасық ішеді. Емдеу курсы 3 ай. 2 апталық үзілістен кейін 3 айлық емдеу курсын қайталаңыз. Емдік әсері: медициналық препараттарына көмектеспеген жағдайда қысымды қалыпқа келтіреді. Тұнбаны 1 курстық әсері 3 жылға жетеді. Содан кейін оны тағы да қайталауға болады. Жарас Қасым Фейсбуктағы ауырмаңыз парақшасынан алынған. Маған подписка жасап, лайк қойды ұмытпаңыздар. Болашақта жақсы кеңестерді түсіріп отыратын боламын.